Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге Pinduoduo сайтынан заказ берген тігінге қатысты заттарымды көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар, пайдалы болып жатса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Бұл жерде 10 штук пастаға заказ бергенмін, матаға сызылатын. Бұларды өтектегенде кетіп қалу керек. Оны артынан қазір барлық затымды ашып алғаннан кейін артынан тестертетіп көрсетемін. Жақсы жұғып тұр. Мен ойлағанмын паста болғасын қолға ыңғайсыз болады деп. Бірақ нормально. Ондай бір қатты ыңғайсыздық сезбедім. Сосын менде жаңағы 10 штук пастаны мен 200 теңгеге алыппын. Сосын мынау бізде магнит инеге өстіп қыстырып қоятын, ине көріп жүрген шығарсыздар. Бұл екеуін мен 620 теңгеге алыппын. Екі магнитті 620 теңгеге алыппын, осы ине қыстыратын. Жақсы қыстырып тұр, жаңа инелерді жабыстырып алып тұр өзіне. Сосын мынандай тағы да матаға арналған ручка. 6 штук ручканы мен 880 теңгеге алыппын. Доставкасы осы 6 штук ручка, 10 штук паста. Сосын мына 2 магнит, үшеуі менде 900 теңге шығыпты доставкеге. Міне осындай, мен паста ыңғайсыз болып қалса деп мен осындай неге де заказ бергенмін, осындай ручка түріне. Мысалы 880 теңгеге 6 штуғы нормально деп ойлаймын, даже доставкасын бәрін қосқан кезде, себебі жеңіл заттар. Бізде, мен Ақтөбеде тұрам, Ақтөбеде бізде бұлар біреуі, кажется, 400 теңге сияқты. Мен ұмытып қалдым, 400 теңгеден алып жүрдім мен. Бір штук ручканы мен 400 теңгеден алып жүрдім Ақтөбеде. Но даже 880 теңгеге 6 штук. Но бірақ мына жерде ақ ручка маған что-то ұнамай тұр. Көк затқа совсем көрінбейді. Сосын қазір қара затқа көрдім. Қара затқа болар болмас көрінеді, бірақ бор жақсырақ болатын сияқты, чем ақты алудың қажет жоқ деп ойлаймын. Мен өзім солай ойлаймын. Енді ақтың қара түске жұққаны міне осындай болып тұр. Но келесіде мен ақты алмаймын точно. Сосын мынандай қайшыға заказ бердім. Қайшы менде 1200 теңгеге алыппын, бірақ доставкасын ұмытып қалдым. Мен общий алдым да, общий төледім біраз затқа. Каждыйын отдельно өлшемедім. 8 номердегі қайшы жақсы өтеді, өзінің қызметін жақсы атқарады. Жақсы өтіп тұр бұл. Кәдімгідей күшті енді. Доставкасын білмедім қаншаға шыққанын, но қайшының өзі 1200 теңге, 8 номер ілік алыппын. Сосын мына жерде келесі зат лампочка болу керек. Жаңағы промышленный машинканың үстіне қоятын. Енді кішкене лампочкасы былай майысып қалған, бірақ жұмыс жасайды деген ойдамын. Басында қорқамын, салынбай қалама деп, но құрылды, жақсы құрылды. Ондай қиындық туғызған жоқ. Сосын мынандай штативке заказ бергенмін. Штатив бізде жаңағы темір машинка, промышленный машинкалерге мына магниті бар, қыстырылып қойып қолданылатын. Бұл менде 850 теңгеге алыппын бұл штативті сайттан. Қазір барлығын құрып көрсететін боламын. Сосын мынандай штатив. Мен кезінде осы штатив іздегенде дәл осындай столдың үстінен бетіп түсіретін штативті мен таба алмағанмын. Pinduoduo сайтынан көріп мәз болып сразу сатып алдым. Бұның барлығын құрамыз қазір. Бұл штатив менде 2000 теңгеге шықты. Доставкасын білмеймін, ұмытып қалдым. Ондай қатты көп болмаған сияқты доставка. Міне қазір тестертетіп көреміз бұл пасталарды. Мне кажется, міне өтекке күшті кетіп қалып тұр, өз жұмысын жақсы атқарып тұр.
ана неге, наверное, салып көру керек, может ауыстыруға келетін шығар, жаңағы ручканың ішіне мына пасталарды салса болатын шығар, оны тағы да көре жатармыз. Міне 6 штук ручкам, бұл да жақсы жұғып тұр. Осындай ақ заттарға жақсы да, осындай қызыл, көк цвет дегендер анық көрінеді. Бұл да міне өтек-тегенде кетіп қалады. Оп-оңай кетіп қалып тұр, өз жұмысын жақсы атқарады. Неше түрлі рисунканы қорықпай сала бересіз, артынан өтек-теген кезде барлығы да кетіп қалады. Совет беремін. Міне штативімді құрып қойдым. Міне арты магнит, осылай жабысып қалады швейный машинкеге. Неше түрлі қылып қоюға болады, неше түрлі қылып бұрылады. Алдынан қойсаңыздар да болады, артынан қойсаңыздар да болады. Телефонды сосын жақсы ұстайды. Міне ортасындағы кнопканы басса, жаңағыдай телефонды қысып қалады. Қысылып қалды, міне астын басқан кезде ашылады. Сосын бүйтіп телефонды қойып, уже телефонды итерген кезде өзінен өзі телефонды қысып қалады. Міне жақсы ұстап тұр, өйтіп телефон құлап кетпейді. Өз жұмысын тоже жақсы атқарып тұр. Өте ыңғайлы. Осы тігіп отырып бірдеңе қарай қояйын десең, телефонды қайда қоярымды білмей қаласың ғой. Сосын міне жаңағы лампочкамызды құрып орнатып қойдық. Бұл да міне ана көріп тұрсаңыздар, ана бұрышына қыстырылады. Сайттан қарасаңыздар болады, неше түрлі бұрылады. Сосын міне светі жағылады. Алуға кеңес беремін. Пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз, достар. Мына штатив міне осылай столдың үстінен түсіреді. Міне осылайынан үстінен мысалы тігіп отырып үстінен түсіруге болады. Тігістерді, нелерді. Мына лампочканы мен кезінде Алиэкспресстен алған болатым. Дәл осындай тоже Pinduoduo сайтында бар, заказ берсеңіздер болады. Міне бұл магнит тоже мына штатив сияқты осылай жабысып қалады. Бұл да жақсы. Бұны мен кезінде Алиэкспресстен алғанмын. Қазір Pinduoduo сайтында да бар.